Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі женттің рецептімен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп, видеоға лайк, комментарий қалдырыңыздар. Алдымен қолдың сары майын ерітіп, қордасынан бөліп аламыз. Ол суып тұрғанша сары ірімшігімізді блендердің көмегімен езіп майдалаймыз. Бидайдың жанына қосып қоямыз. Бидайымызды салып қойдық. Енді кезекте печенье. Печеньені ұсақтап блендермен езіп аламыз. Барлығы біркелкі массада болғанша араластырамыз. Мінекей үлкен табақта ірімшік, печенье, бидайымызды алып, үлкен табаққа салып, осылай видеодағыдай біркелкі массада араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып, одан соң қант салатын боламыз. Қантты алдымен біз өлшеп дайындап алдық. Енді қантымызды салып, тағы да бір рет араластырамыз. Барлығын рет-ретімен жасасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Осы жентіміздің үстіне тұндырылған және де жылы қалыптағы майымызды құйып, осылай араластырамыз. Жент ұлттық тағам деп бекер айтылмаған. Атам заманда бұл өте құнарлы тағамдардың бірі болып есептелген. Алыс жолға шыққанда жол азығы ретінде пайдаланған. Бұл суықтан тоңдырмайтын, құнарлығы өте жоғары тағамдардың бірі болып есептеледі. Мінекей, біздің жентіміз де бірдей массаға келе бастады. Осылай қолдың көмегімен жақсылап ұзақ уақыт бойы араластыруымыз қажет. Майы бойына сіңіп, өте құнарлы тағамға айналады. Келесі кезекте видеода көріп отырғандарыңыздай қолмен шапалақтап, осылай майын сіңдіріп, бір тегіс формаға келтіреміз. Бұлай ұрмайтын болсаңыздар, сіздердің женттеріңіздің арасы бос, сынғыш болады. Бұл өзінің формасын қатты ұстап, берік болу үшін осылай жасалады екен. Ендігі кезекте салқын жерге шығарып, қатырып қоюыңызға болады. Оның алдында кішкене қатқан соң, яғни 5-10 минут өткен соң, осылай етіп кесіп дайындап аламын. Бұл сәндік үшін де және жеуге ыңғайлы болу үшін де осылай жасаймын. Мінекей, арада 24 сағат өткенде осылай болып біздің жентіміз қатады. Яғни майы бойына сіңіп, тегіс бір келкі форманы береді. Мінекей, жентім де дайын болды. Осылай қатты формада сақталады. Артынан барлығын ыдысқа салып, тоңазытқышта сақтауға болады. Арасына мейіз қосып, шоколад қосып жасасаңыздар да болады. Менімен бірге жасағандарыңызға рахмет, ас болсын.